Құлақ тесуді бастамас бұрын шашты кедергі келтірмес үшін жақсылап жинап қоямыз. Одан кейін біздің косметолог дәрігер құлақты залалсыздандырады, яғни спиртпен екі құлағын сүртеді. Одан кейін маркердің көмегімен өзінің тесетін нүктесін белгілеп қояды. Жай ұстама. Сен не деп ойладың? Молодец. Вот, kan? Ой, рахмет. Иә, болды. Север. Ой, рахмет. Енді жақсы жазып кетсек, не? Май жағу керек, жаңа тетрациклин. Ух ты! Алматы мегацентр, ауа райы керемет, далада